Танытқан қазағымның қазақтығын, танытқан қазағымның азаттығын, танытқан қазағымның ғажаптығын, айналдым құдіретінен қазақ тілім. Қайырлы күн, ана тілің ардақ тұтар тіл жаңашырлары. Мен Кравченко Анастасия Петровна 1999 жылы Ақмола облысы Ақкөл қаласында дүниеге келдім. Ұлтым орыс. Өзге ұлт өкілі болсам да, қазақ тілінде білім алып, Ақкөл қаласының нөмір 3 орта мектебінің түлегімін. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, таусылмайтыны арман дегендей, арман жолымды қуып, Көкшетау қаласының Жанайдар Мусин атындағы Қазақ педагогикалық колледжіне оқуға түсіп, 2020 жылы мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мамандығы бойынша қызыл дипломмен оқу орнын аяқтадым. Педагогика саласындағы еңбек жолында жеткен жетістіктерімді атап өтсем, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ тілі білгірі қалалық байқауының гран-при иегерімін. Биылғы жылы білімді ұлт тұрақты дамуының кепілі атты педагогтердің тамыз конференциясына қатысып, Көкшетау телеканалының Көкшенұр бағдарламасына педагогика саласындағы жетістіктерімен бөлісіп, сұхбат бердім. Қазіргі таңда Көкшетау қаласының Зерек балабақшасында тәрбиешілік қызмет жасаймын. Менің басты ұстанымым ұстаз болу, өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Өнер, білім бәрі де оқу менен табылған деп Ыбырай атамыз айтқандай, мен бос уақытымда кітап оқуды, таза ауада серуендеуді ұнатамын. Жастайымнан қазақ ақын жазушыларының шығармаларын оқып өстім. Әсіресе Ұлы Абай, Мағжан Жұмабаев, Ыбырай Алтынсариннің кітаптары қызықтырады. Өнер, білім бар жұрттар, дастан сарай салғызды, айшылық алыс жерлерден, көзімді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны, 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істеген жұмысты от пен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай, біз де бекер жатпалық осыларға таныспай, ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңа өспірім достарым, қатарың кетті алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай, біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды.